Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз екі шамалмен орындалатын есептерді шығару. Бірінші есепте берілген кесте бойынша екі есептен де көп есептер шығаруға болады. Оларды құрастырып осылай шығарамыз. Мысалы, балалардың киноға кіру билеті 450 теңге, ал театрға кіру билеті 350 теңге. Сонда 450 теңге, яғни киноға кіру билеті театрға кіру билетіне қарағанда қанша теңгеге артық? 450-ден 350-ді азайтамыз, сонда 100 теңгеге артық. Екінші есепте балмұздақ 200 теңге, шырын 75 теңге. Барлығына қанша ақша төледі? Мысалы, біз оны былай құраламыз. Мерей 200 теңгеге балмұздақ, ал 75 теңгеге шырын алды. Ол барлығы қанша ақша төледі дейміз. Сонда 200-ге 75 қоссақ, 275 теңге төлеген екен. Екінші есепте бір шырын 125 теңге, 4 шырын қанша теңге екен белгісіз. 425-ге көбейтеміз, сонда 500 теңге. Бір кәмпит 136 теңге, 7 кәмпит белгісіз. 136-ны 7-ге көбейтеміз, 952. Бір шоколад 248, ал 3 шоколад белгісіз. Оны табу үшін 248-ге 3-ті көбейтеміз, сонда 744 теңге. Екінші есепте 700 теңгеге кітапта берілген заттарды алуымыз керек, яғни азық-түліктерді. Былайша айтқанда тәттілер жеуге де болады. Мысалы, менде 690 теңгеге шықты. Олар 420 теңгеге балмұздақ, 140 теңгеге вафли, 55 теңгеге тәтті нан, ал 75 теңгеге жүгері. Бұның барлығы 690 теңге. Ал бізге негізінен 700 теңге керек. Одан яғни аз болу керек. Немесе 700-ді де алуға болады. Яғни 520 дегендер шығып жатса, ол ештеңе етпейді. Ең бастысы 700-ден кіші. Төртінші есепте ер адам 25, әйелдер белгісіз, бірақ 2 есе артық. Барлығы 436 адам. 125-ті 2-ге көбейтеміз, сонда 250 шығады. Ол бізде әйелдер саны, демалушылардың саны былай айтқанда. Енді 436-дан 250-ді азайтсақ, 186 шығады. Ал бізге берілгендей балалар бұдан қалғаны. Сонда бізде балалар 186 екен. Келесі қалашықта 46 бала, ал аттракциондарда белгісіз, 4 есе көп. 46-ны 4-ге көбейтеміз, 184 бала аттракциондарда ойнап жүр. Екінші есепте кішкентай балмұздақ 200 теңгеден 3 дана, үлкен балмұздақ 250 теңгеден 2 дана. Барлығы белгісіз теңге, яғни қанша теңге төлегенін табуымыз керек. 200-ді 3-ге көбейтеміз, сосын 250-ді 2-ге көбейтеміз де шыққан мәндерін қосамыз. Сонда бұл жерде бізде 600 шығады, ал 250-ді 2-ге көбейткенде 500, екеуін қоссақ 1100 теңге төлеген екен. Екінші есепте 3 автобусты 25 баладан, 5 автобусты 38 баладан. Барлық қанша бала екенін табу керек. 3-ті 25-ге көбейтеміз, сосын 5-ті 38-ге көбейтеміз де қосамыз, сонда 265 бала болады. Екінші есептің астында сұрақтар қарастыруымыз керек. Мысалы, аквапаркта қанша демалушы бар, ең аз демалушы қай аттракционда, ең көп демалушы қай аттракционда деген сияқты осындай сұрақтар құрастырамыз, ал әй есебінде есеп құрастырамыз. Мысалы, аквапарк 160 адам демалып жүр, ал қайықпен серуендеу де белгісіз, бірақ 4 есе аз. Барлығы қанша адам? 160-ты 4-ке бөлеміз, сонда 40 шығады. Ол бізде қайықпен серуендеуге келген адамдар. Енді 160-қа 40-ты қосамыз, сонда 200 шығады. 200 адам. Аквапаркке де, қайықпен де серуендеуге келгеннің жалпы қосындысы. 8-ші есепте 4 теңдеуді шығарамыз. 9-ші есепте бізге торғайдың салмағын, массасын табуымыз керек. Бізде бірінші берілген таразыда бір торғай мен 3 тотығыз белгіленген, яғни берілген. Және ол жерде кіртастары 350 грамм барлығын қосқанда. Сонда біз егер 300 грамм деп алатын болсақ, 3 тотығызды әрбір 100 граммнан бір тотығыздығы, сонда бізде 50 грамм қалады. Ол сонда бір торғай болады. Енді келесі таразда 200 грамм мен 2 тотығыз берілген.
Ол жерде енді бізде көрініп тұр, 200-ді 2-ге бөлеміз, сонда 100 грамм, ол бізде 1/9 екен. Екеуі бірдей, міне. Сондықтан да бір торғай 50 грамм болады. 10 есепте менде кезекте тұрған балалардың реттері осылай шықты. Гүлжан Айнұр, Нұрлан Бекжан және Марат. Бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.